көрімдік пен байғазыны шатастырып, бұлардың қайсысы не үшін берілетінін білмейсіз бе? Білмесеңіз тыңдаңыз. Көрімдік қуаныш иесіне берілетін сыйлық. Дүниеге сәби келгенде, келін түскенде және тағы басқа қуаныштарда құтты болсын айтып келгендерге нәресте немесе келінді көрсетпес бұрын, көрімдігін бермесеңдер көрсетпейміз деп әзіл-шыны аралас сый сұрайды. Бұл дәстүрдің бір ерекшелігі, қуаныш иесі көрімдікті өзі сұрай алады. Көрімдіктің түбірі көру сөзімен байланысты, яғни көрімдік алғаш рет көрген тірі жан иесіне берілетін сый. Айтпақшы, жаңа көлік немесе диплом алғанда туыстарыңыздан көрімдік сұрап ұятқа қалып жүрмеңіз, өйткені бұл байғазы дәстүрі. Байғазы жаңа киім немесе жаңа зат алғанда берілетін сый. Үлкендер киімің тозғақ, өмірің ұзақ болсын деп тілектеп тарту жасайды. Оның көрімдіктен басты айырмашылығы, көрімдікті тірі жанды көргенде берсе, байғазыны жансыз зат үшін сыйлаған. Бірақ қазір өкінішке қарай байғазы дәстүрі ұмытылып барады. Себебі оның мағынасы көрімдік салтына қосылып кетті. Бұл дәстүрлер халқымыздың кеңпейіл, қуанышты бөлісе білетін болмысының көрінісі. Өйткені қазақ ешқашан қуанышты ішінде сақтамаған. Ал сіз соңғы рет кімнің қуанышына ортақтастыңыз? Видео Центр Кредит банкінің қолдауымен жарық көріп отыр.